қос шах әдісімен танысайық. Сонымен біздің патшамыздың жағдайы нашар, қарсыластың уәзірі бізге шабуыл жасауы мүмкін және ашық шах әдісін пайдаланады. Біріншіден, уәзір деген мына патшаға шабуыл жасайды, ал мына ат деген біздің уәзірімізге шабуыл жасайды. Бірақ біз деген қос шах деген әдісті пайдаланамыз. Ат d4, атты негізгі орталыққа апарамыз. Бірінші атта шабуыл жасайды және әрине уәзір де шабуыл жасайды. Қос шах деп аталады. Екеуі де бірге шабуыл жасайды дегенді білдіреді. Патша d1, уәзір c2 қомағайлар қатарына кіреміз. Қомағайлар қатарына кіреміз және мына аттың көмегімен немесе аттың қолдауымен жүзеге асырылатын комбинация. Ат e1 және уәзір e2 және мат. Қос шахтың бір ерекшелігі, айта кететін жағдай, қос шахтан жабылуға мүмкіндік жоқ, содан кейін алуға мүмкіндік жоқ. Мынаны аламайсыздар. Мынаны алатын болсаңыздар, мынау шабуыл жасайды. Егер де мынаны алатын болсаңыздар, мынау шабуыл жасайды. Сол себепті жабылуға мүмкіндік жоқ. Ол бір, содан кейін алуға мүмкіндік жоқ, тек қана қашу керек. Бірақ қашудың неге алып келетінін сіздер деген жақсы көріп тұрсыздар. Келесі позиция бұл деген атақты Адольф Андерсон және Жан Дюфрейн, ұмытпасам, соның арасындағы партия ешқашан солмайтын партия деп аталады. Егер де қызық болатын болса, онда болашақта міндетті түрде талқылаймыз. Піл f5 шах, қайтадан қос шах, біріншіден уәзірмен шабуыл жасайсыздар, екіншіден мына пілмен шабуыл жасайсыздар. Мынаны алатын болсаңыздар, мынау шах жасайды, мынаны алатын болсаңыздар, мынау шах жасайды. Сол себепті жабылуға мүмкіндік жоқ, алуға мүмкіндік жоқ, тек қана қашу керек. Бұлай піл d7 қомағайлар қатарына кіресіздер, патшаға шабуыл жасайсыздар және бұл деген мына тураның көмегімен жүзеге асырылады. Бұлай және піл e7 қомағайлар қатарындағы атты жейсіздер. Әрине бұлар деген бұлай жүруге де мүмкіндік бар, бірақ сонда да ештеңе өзгермейді. Бірден піл e7 осындай мат. Бұл енді атақты партия Андерсон және Дюфрейн арасындағы ешқашан солмайтын партия деп аталады.